Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай ұлы ақын. Здравствуйте, дети! Тема урока Абай великий поэт. Оқушылар, бүгін біз қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы туралы айтатын боламыз. Жаңа сөздер, новые слова. Оқушылар, менімен бірге қайталаймыз. Өмір, жизнь. Шығарма, произведение. Аударма, перевод. Ірі, крупный. Мен өлең жазамын. Сен өлең жазасың. Сіз өлең жазасыз. Ол өлең жазады. Оқушылар, жаңа сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Третье задание. Читайте текст. Оқушылар, мені мұқият тыңдаймыз. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, дара тұлға. Абай өмір, өнер, білім, табиғат туралы өлең жазды. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп оқиды. Абай орыстың танымал ірі ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Оқушылар, енді осы мәтінді аударып көрейік. Абай Құнанбаевич – великий поэт и личность. Абай писал стихи о жизни, о искусстве, о образовании, о природе. Его стихи любит казахский народ. Абай перевел на казахский язык стихи известных крупных поэтов. Произведения Абая переведены на 33 языка. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті қосымшаны жалғап жаз. Второе задание, ребята. Вместо многоточек пишем нужное окончание. Оқушылар, сіздер қосымшаны жалғай отырып, сөз тіркесін жазуларыңыз керек. Ребята, вы должны писать словосочетание. Например, мысалы, Абайдың өлеңі. Яғни мұнда тиісті қосымша, нужное окончание, дың және Абайдың өлеңі. Келесі ақын, орыс, қазақ, әлем деген сөздерге керекті қосымшаны жалғап, дәптерімізге жазамыз. Ребята, это письменная работа. Пишем в тетрадь. Должны писать словосочетание.